Туған ел, алтын бесік, ұшқан ұям, көз жұмылмай тұрғанда қайтып қиям, тарта көр семейімнің топырағы, төстіктей жеріңе мен еркін сыям. Керемет, дәл осы өлең жолдарымен Қайым Мұхамедханов туған жерге деген сағынышын жырға арқау етіпті. Көрнекті ғалым Семейден Абайдың музейін ашып, ол ақынның 100 жылдық мерейтойын ұйымдастырған болатын. Бұрын соңды белгісіз болған Абайдың 31 өлеңін тапқан Қайым Мұхамедхановтың келер жылы 100 жылдығын атап өтеміз. Ғалым туралы толық дерекпен қанық болу үшін арнайы әзірленген бейне топтамамызға кезек береміз. Белгілі абайтанушы Қайым Мұхамедханов ғылыми жолының алғашқы күнінен бастап Абай және оның ізбасарлары жайлы деректер жинауды қолға алған. 1951 жылы Абайдың әдебиет мектебі тақырыбында қорғаған диссертациясымен Абай шығармаларының текстологиясы сияқты көптеген еңбектері ақын мұраларын зерттеуге қосылған сүбелі дүниелер еді. Алайда ғалым кеңестік дәуірде ғылыми көзқарас үшін қуғынға ұшырап, 25 жылға сотталып, өмірінің біраз жылын Карлакта өткізді. Үлкен бір тақтай тұр, кір тақтай. Соны көтеріп әкелді. Әрем көтеріп әкелесің, соны полға саласыңға, соның үстінде жатып, соны ұйықтайсың. Оны көрген қорлықтың бәрін айту қиын. Содан кейін шыққаннан кейін ойлайсың, қалай осыдан аман шықтым, қалай еттім. Учеников Абай считали баями. Сол жылдары Абайдың шәкірттерін байлардың ұрпағы, ал Қайымды буржуазиялық ұлтшыл деп айыптады. Алғаш рухымен сусында өскен ғалым Абай мұраларынан бас тартпады. Абай үшін, оның ұшан теңіз мұрасы үшін күресе білді. Мен осы жолда көз жұмсам да өкінбеймін. Алаш қайраткерлері де ұлт үшін опат болған деді. Бұл зерттеушінің рухының асқақтығы мен батылдығы еді. Әкесі Алашорда қайраткері Мұхамедхан Сейітқұлов сол замандағы бақуатты адамдардың бірі еді. Отбасында Абай шәкәрімдер жиі қонақ болып, Алашордашылар бас қосып пікір алысатын болған. Солардың тағылымын тыңдап өскен Қайымның сол кезден-ақ қоғамдық көзқарас қалыптасып, ақынның шығармашылығын зерттеу өмірлік мұратына айналды. 1918 жылдан бастап Мұхтар Әуезов пен Жүсіпбек Аймауытовтың жетекшілігімен Абай журналы шыққан еді. Мұхамедхан Сейітқұлов қаржыландырып отырған басылым кейін жабылады. Ал 1992 жылы Қайым Мұхамедхановтың қолға алуымен қайта ашылды. Ақынның қара сөздерінің түпнұсқасын бүгінге жеткізгенде Қайым Мұхамедханов. Зираты мен қыстауының орны қалпына келтіріліп, 150 жылдық тойының өтуіне де зор ықпал етті. Жастарды келешекте білімді болуға, отанын қорғауға, елін сүюге, халқын сүюге, бұл кісілердің сіңірген еңбегі көп. Сол хаттар сөйлейді, сол көп еңбектерді Қайым аға жазған. Біз соны әр уақытта есімізде ұстап, жастар соны алға қарай игерсе екен, алға қарай апарса екен дейміз. 1944 жылы ақындар арасында бәйге жарияланып, жарты ғасырға жуық шырқалған Қазақстанның әнұранының өлеңін жазғанда Қайым Мұхамедханов екенін біреу білсе, біреу біле бермейді. Таяуда зерттеушінің хаттары мен оған жолданған хаттар топтастырылған «Хаттар сөйлейді» кітабы оқырман қолына тиді. 40 жылдардан бергі уақытты қамтыған 200-ге жуық жазбалар тарих үшін аса құнды. Жұмағали Сайын, Қаныш Сәтбаев, Әлкей Марғұлан, Ілияс Омаров секілді көптеген белгілі тұлғалардың жазған хаттары мен ресми орындарға жолданған ұсыныстар енген кітап орыс және қазақ тілдерінде шықты. Гүлнар Дулатованың жазған хаты, яғни Міржақып Дулатовтың. Осында мысалы бір жақсы деректерді келтіреді. Анау 1911 жылы Міржақып Дулатов Семейдің түрмесінде болады. Сонда 2000 төлеп, соны шығарып алған Қайымның әкесі Сейітқұл. Мысалы ол 2000 деген ол кезде көп ақша ғой. Немесе мынау кімнің Ахмет Байтұрсыновтың қызы Бадрисафаға байланысты. Яғни Бадрисафа кім? Бұл ат қайдан келген? Сөйтсе ол жаңағы бір татардың қызының аты екен. Қайым Мұхамедхановтың 100 жылдығына орай жарық көрген кітапта зерттеуші өмірінің беймәлім тұстары да қамтылған.